Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тауық етінен жасалатын тез әрі дәмді дымбіламаның видео рецептісін ұсынатын боламын. Бұны тауық етімен де жасауға болады, міндетті түрде. Сиыр еті, қой еті болу шарт емес, тауық етінен де 1 сағаттың ішінде дайындап жеуге болады. Ең алдымен осылай бәрін жуып тазалап алып, пиязымызды, сәбізімізді осылай жақсылап турап аламыз. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай сәбізді осылай кубиктап тураймыз, пиязды 2-ге бөліп осылай ұсақтап жұқалап турап аламыз. Енді қызып тұрған қазанға майымызды керекті мөлшерде сұйық майымызды құйып, пиязымызды кішкене сәл қызартып қуырып аламыз. Тауық етін осылай майдалап, жақсылап турап аламыз. Қатты майдада емес, кішкентай емес, жақсылап орташа көлемде турап аламыз. Содан кейін пияздың үстіне салып, тағы да бір 5 минут, 10 минут жай отта қуырып аламыз. Жай отта қуырыңыздар, әпесе асты қатып қалады. Енді осылай картошкамызды видеода көріп тұрғандарыңыздай бөліп аласыздар. Тауық етінен болғандықтан тез дайын болады, құс еті болғандықтан. Осылай керекті мөлшерде картошкамызды жуып тазалап, осылай турап аламыз. Және де капустамызды да осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ашып аласыздар. Жасап жеңіздер, дәмді болады. Кешкі асты тез дайындау керек болған кездерде тауық етінен осылай жасап жеңіздер. Және де енді сәбізімізді салып, бір араластырып, картошкамызды да саламыз қазір. Видеода көріп тұрғандарыңыздай картошканы да салдым. Енді бір 5 минуттай жай отта кішкене сәл пісіріп алам. Одан керекті мөлшерде приправамды қосам. Және де тұзымды қосам керекті мөлшерде. 2 кружка или 1 кружка су құйсаңыздар болады. 1 кружка судың өзі негізі жетеді. Содан кейін осылай видеода көріп тұрғандарыңызды жасайсыздар. Содан кейін капустамызды осылай қойып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Бір жарты сағат 30-35 минутта піседі. Бір қайнағаннан астын басып қойып 35 минуттай пісіріп аласыздар. Және бірінші капустамызды қоямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пісті 35 минутта. Сәбізіміз де, капустамыз да, етіміз де, картошкамыз да барлығы пісті. Әдемі болып. Буға піскеннен кейін капустаның дәмі өте ерекше болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте керемет 1 сағатта дайындалған құс етінен де жасауға болады. Дымбілама дайын болды. Ас болсын, баршаңызға жасап жеңіздер. Видео ұнаса комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар.